Сәлем балақай. Бүгін мен саған алдар көсе жайлы ертегі айтып бермекшімін. Алдар көсенің кім екенін білесің бе? Ол сараң байларды алдап, кедейлерге көмектесуші адам. Баяғыда алдар көсе деген ақылды, айлакер адам өмір сүріпті. Бір күні алдар көсе жол жүріп келе жатып, бір байдың есігінің алдына тоқтапты. Ол қатты шаршап, тамақ сұрамақ болады. Бай оны көріп: «Алдар көсе, саған не керек?» дейді. «Ауыз тисем бола ма?» дейді алдар. Ал байдың сараңдығы соншалық, ол тіпті су бергісі де келмейді. «Үйде тамақ жоқ, өзім де аш отырмын» дейді екен. Ал алдар көсе қоланып, жымиып күліп: «Олай болса, маған бір қазан су бер. Мен өзім тас көже пісіріп дайындаймын» дейді. Оны естіген сараңбай: «Қалай көже дайындайсың?» деп жүгіріп барып бір қазан су әкеп береді. Ал алдар болса қазанды отқа қойып, оның ішіне бір жапырақ тас салады да қайната бастайды. Алдар бір кезде: «Ой, көжеміз жақсы болып келе жатыр. Бір шөкім тұзбен бір аздаған май болса, тіпті қатып кетер еді» дейді. Бай да көженің дәмін татқысы келіп, асығып жүгіріп барып тұзбен май әкеледі. Алдар оны қазанға салып жіберіп, енді бір аздаған ет болса, тіпті дәмі керемет болар еді дейді. Қызығып кеткен бай жүгіріп барып үйінен ет әкеледі. Алдар оны да көжеге салып жіберіп, ары қарай қайната бастайды. Дайын болған соң, алдар көсе ыстық көжені ішіп, байға да береді. Ал бай болса таңданып: «Өте керемет дәмді көже екен. Тіпті тастың дәмі не білінбейді». Сол кезде алдар күліп былай дейді: «Әрине, себебі көже тастан емес, сенің тамағыңнан жасалды» дейді де жиналып кетіп қалады. Бұдан қандай ой түйдің? Әрине, сараңдық өте жаман қасиет екен. Сараңдық адамды ақымақ етеді. Ал ақылды адам әрдайым жол табады. Сондықтан да сараң болғаннан көрі, ақылды адам болған тиімдірек екен. Солай ғой? Ал жақсы, мен сенімен бүгінге қоштасамын. Қош сау бол.